Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Бүгін Каспий KZ арқылы индивидуальный подоходный налог, социальный налог және олардың пенясын төлеу жолдарын көрсететін боламын. Ең алдымен Каспий KZ приложениесіне кіреміз. Кіргеннен кейін осы жерде платежи дегенді таңдаймыз. Платежиге кірген кезде сіздің соңғы платеждарыңыз тұруы мүмкін. Сол жоғарыда все дегенді басамыз. Все дегенді басқаннан кейін төменге қарай түсеміз. Төменге қарай түскен кезде штрафы и налоги деп тұрады. Дәл соны таңдайтын боламыз. Оң жаққа қарай стрелка тұр. Сол стрелканы басып та таңдауға болады. Штраф и налогиға кіргеннен кейін штрафтар тұрады. Штрафты қарауға болады. Платежи для ИП болса содан төлеуге болады. Отчисление для самозанятых соған да кіруге болады. Бізге керегі налоги. Налогты таңдаймыз. Оңға қарай стрелка тұр, соны басып та таңдауға болады. Налогқа кіргеннен кейін налог на имущество и транспорт деп машинаға немесе үйге налогын төлеуге болады. Долги по налогам. Прошлый периодтарға долгтар төлеуге болады. Налог физический лиц және юридический лиц. Егер сізде ТО болса, ИП болса, юридический лицаны таңдайсыздар. Дәл осындай вкладка ашылады. Выберите регионға өздеріңіздің региондарыңызды таңдайсыздар. Бізде мысалы Ақтөбе регионы. Тип платежге керекті платежді таңдайтын боламыз. Қазір көрсетемін. Ақтөбеский область, тип платежа индивидуальный подоходный налог, немесе пеня индивидуальный подоходный налог, немесе социальный налогты таңдайсыздар. Астына УГД-ға өздеріңіз қандай налоговый органға қарайсыздар, соны таңдайсыздар. Және период, текущий период дейді, яғни осы жылғаны төлейтін болсаңыз, текущий период болады. Социальный налог таңдайтын болсаңыздар, міне КБК 103-101, соны таңдайсыздар. Осы жылға төлейтін болса, текущий период, ал прошлогодний болса, прошлый период таңдайсыздар. Бұлар ай сайын етінде таңдалмайды. Яғни январь, февраль, март, апрель, май деп таңдалмайды. Тек қана бір периодқа ғана төлейсіңдер. Название организация атын жазасыздар, бейінін жазасыздар және төлейтін сумманы жазасыздар. Яғни біздер упрощенкілер жылына 2 рет отчет тапсырады, яғни жарты жыл сайын. Сол жарты жылда шыққан социальный налогты немесе индивидуальный подоходный налогтың суммасын көрсетіп төлейсіздер. Текущий период таңдап. Назарларыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса комментария жазыңыздар.